Ілияс Жансүгіров өмірбаяны мен мұрасы. Жазушы және ойшыл, жаңа қазақ әдебиетінің классигі Ілияс Жансүгіров кеңестік қазақ зиялыларының бірінші толқынына жатады. Оның тағдырында шет елден келген жігітке кеңес үкіметі берген мүмкіндіктер, ел тарихындағы қайғылы оқиғалар өз үлесін қосты. Өмірбаяны Жетісу облысының шалғайдағы атының орнына реттік нөмірі 4-ші болатын ауылда 1894 жылы 1 мамырда Ілияс деген бала дүниеге келген. Анасынан ерте айырылған ұлын әкесі Оста Жансүгіров тәрбиелеген. Ілияс Жансүгіровтің балалық және жастық шағы ауылда өтті. Ол 17 жасында бітірген Қарағаш мектебінде жүйелі білім алды. Баланың шығармашылық табиғаты өте ерте байқалды. Ілияс домбыра тартуды үйренді. Халық әдебиетін үйренді. Өздігінен импровизация жасады. Оны жергілікті ақындар арасындағы айтыстар қызықтырды. Көп ұзамай өзі де ертегішті болды. Ол импровизация байқауларына қатысуды ұнататын және оларда бірнеше рет жеңіске жеткен. Ілияс Жансүгіров 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы Жетісудағы білім ошағы Мамания медресесінде оқуын жалғастырды. Мұнда ол Абайдың, Шангирайдың, Байтұрсыновтың және басқа да ұлттық мәдениетті жасаушылардың шығармаларымен танысты. Сонымен бірге жас жігіттің бойынан махаббат, туған жердің сұлулығы, халық әншілері мен күйшілері туралы алғашқы өлеңдер туады. 1920 жылдардың басында Ілияс Жансүгіров Ташкенттегі қысқа мерзімді мұғалімдер даярлайтын курстарға түсіп, этнограф Әбубәкір Диваевтың экспедициясына қатысып, Түркістанда және облыстың бірқатар облыстарында фольклор жинаумен айналысады. Курстарда білім алған жас мұғалім өз ауданындағы ауыл мектебінде балаларға сабақ береді. Сосын журналистикаға деген қызығушылық бар. Тілші Ақжол газеттермен ынтымақтасады. Көп ұзамай Ілияс Жансүгіров Верныйдағы, қазіргі Алматы, халық ағарту институтына шақырылды. Кейінірек оның жетекшісі болды. 1920 жылдардың екінші жартысында Ілияс Жансүгіров Мәскеуде 3 жылдан бері тұрады. Коммунистік журналистика институтының студенті болды. Мұнда әдеби ортада ротация жасау мүмкіндігі туды. Ол Владимир Маяковскиймен, Демьян Бедныймен, Эдуард Багрицкиймен, Михаил Светловпен және басқа да белгілі жазушылармен кездеседі. Жоғары білім алған Жансүгіров өз еліндегі тұңғыш кәсіби журналист болды. Тұрақты маман ретінде еңбекші қазақ, қазіргі егеменді Қазақстан басылымында қызмет етеді. Бірақ публицистикамен қатар әдеби еңбекпен де айналыса береді. Поэзия жасайды. Жаңа жанр өлеңді меңгеру. Дүние таным бойынша ол кеңестік зиялы болған. Қазақстанның болашағын социалистік дүниеде көрген. Сондықтан оның шығармашылығында елдің индустриялық дамуы тақырыптары естіледі. Ол кеңестік жетістіктерге романтик. Ілияс Жансүгіров 1932 жылы жаңа қызметке ие болды. Ол қазақ жазушыларының съезін дайындаған комиссияны басқарды. Одан кейін Республикалық жазушылар одағының басшысы болды. 1934 жылы Мәскеуде өткен кеңес жазушыларының бірінші съезінің жұмысына қатысып, республикада ұлттық әдебиеттің қалай дамып жатқаны туралы баяндама жасады. Съезде Максим Горкиймен кездесіп, орыс революциясының жыршысы мен социалистік реализм әдісінің дамуын талқылады. Олар классикалық әдебиет шығармаларын қазақ тіліне аударуға ерекше мән берді. Ілияс Жансүгіров 1934 жылдан қамауға алынғанға дейін Қазполитиздат газетінің редакторы болды. Осы кезеңде ол белсенді түрде көркем шығармалар жазды. Бұл дарынды тұлғаның өмірі де бай болды. 4 рет үйленіп, өз балаларын өсіріп, асырап алған. Жас кезінде дәстүр бойынша нағашысының жесірімен үйленді. Бірақ жолсыз жігіт әйелінің бай туыстарына бағынбай, 2 жылдан кейін ерлі-зайыптылар ажырасып кетті. Ұстаздық еткен жылдары Ілияс сұлу Аманшамен танысады. Ол оның екінші әйелі болды. Ілияс Мәскеуде оқып жүргенде денсаулығы сыр берген сүйікті жары босану кезінде қайтыс болады. Жаңа туған нәресте де өледі. Ақын кейіннен болған оқиғаның ауыртпалығын, қайғы қасірет сезімін терең ойлы жолдармен жеткізді. Үшінші әйелі 1929 жылы Фатима Төребаева болды. Неке 2 бала туды.
ол және қыз. Бірақ Фатима Мәскеуге оқуға кетіп, көп ұзамай отбасы тарады. Жансүгіров 1938 жылы қызық білімді әйел Фатима Ғабитоваға үйленіп, оның музасына айналған. Оның қызы үмітті ұлдары Ильф пен Болатты дүниеге әкелді. Оның үстіне күйеуі бірінші некесінен ұлдарын асырап алған. Көп балалы отбасы бақытты өмір сүрді. Бірақ 1937 жылы елде ең алдымен зиялы қауымның көрнекті өкілдері, партия және шаруашылық қызметкерлері ұшыраған қуғын-сүргін толқыны пайда болды. Жалған айыппен Ілияс Жансүгіров те қамауға алынды. Оған дұшпандық ұйым құрды, ұлттық көтеріліс жасамақ болды, лаңкестік әрекеттер жасады деген айып тағылды. Ол азаптау арқылы мойындауға қол қойды, бірақ басқа адамдарды өзімен бірге тартпады. 1938 жылы ақпанда сотсыз атылды. Ілияс Жансүгіров шығармашылығы сан алуан, түрлі бағыттағы мәтіндер мен елеулі шығармалардан тұратын бай әдеби мұра қалды. Қазақстан тарихының маңызды кезеңдерін бейнелейтін «Дала» поэмасы. Тағы да бір тақырып орыс-қазақ қарым-қатынасы. Автор достықты жақтаған көрші халыққа деген құрметпен өрілген. Әйгілі «Құлагер» шығармасы қазақ әдебиетінің классикасына айналған поэма. Ілияс Жансүгіров Құлагерді 19 ғасырдағы ақын күйшіге арнаған. Аты Ақан Сере Қорамсаұлы. Шығарма оның өмірінің драмалық эпизоды сүйікті жылқысының өлімі туралы баяндайды. Поэма ұлттық әдебиеттегі ең трагедиялық шығармалардың біріне айналды. Бұл саяси қуғын-сүргін кезеңінде өмір сүрген автордың өз жанының зары. Жазушы бала тәрбиесі мәселелеріне тоқталды. Оларға адамгершілік тақырыптарында ертегілер жазды. Ол жастарға эстетикалық тәрбие беруді маңызды деп санады. Оларға арнап бірқатар еңбектер жазды. Мектеп оқулықтарын жасауға көңіл болды. Күйші поэмаларында Жансүгіров өзін ұлттық музыканың білгірі ретінде көрсетті. Шығармашылығында ол драматург қызметінде атқарды. Театрландырылған пьесалар жазды. Ақын мұрасында оның классикалық шығармаларының Пушкин, Лермонтовтың, Некрасовтың, Горкийдің, Маяковскийдің, Гюгоның поэзиясы мен прозасының көркем аудармалары елеулі орын алды. Ілияс Жансүгіров қамауға алынғаннан кейін оның еңбектеріне тыйым салынып, басылымдары кітапхана қорларынан тәркіленіп, мұрағаттың өмір сүруіне қауіп төнді. Бірақ оның бір бөлігін алыс ауылдағы туысқанында сақтаған. Ал мұрағаттың тағы бір бөлігі НКВД тергеушісі қайтыс болғаннан кейін ашылды. Ол құжаттарды жойып жібергенін, бірақ жасырын сақтағанын айтты. Қуғын-сүргінге ұшыраған ақынның тағдыры жақындарына көпке дейін беймәлім болды. Арада 2-10 жылдық өткен соң, жаңа заманда Фатима Ғабитова 1938 жылы қайтадан атылғаны туралы куәлік алады. Ілияс Жансүгіров 1957 жылы қайтыс болғаннан кейін ақталды. Оның жақсы есімі қайта қалпына келтірілді. Қазіргі кезде Қазақстанның азаматтары ұлттық әдебиет классиктерін еске алуда. Педагогикалық институт, гимназиялар және мектептер, үлкен қалалардың көшелері оның есімімен аталады.